Аэрофлот Open 2024 Бибісара Саубаева қазақстандық шахматшылар арасында бірінші орында келе жатыр. Қарсыласы Саттаров Бобир, Өзбекстан мемлекетінің азаматы. Кеттік. C4, G6, D4, піл G7, ATF3, D6, G3, C5. The King's Indian, ескі үнді қорғанысы, піл G2, ATF6, патшаны сарай кіріздік, ат C3, ат A6, B3, піл F5, және ат H4. Енді мына пілге шабуыл жасап тұр, бірақ бұл жүрістіңде өзінің кемшіліктері бар. G-дік, ат F5, G-F және ат B5. Оңайлықпен мына D4-тегі сарбазды бермейді, әрине көрініп тұр. Ат негізгі орталыққа барды, және бізде амалсыз мына аттың көзін жоюға тура келеді. Өйткені бұл ат деген C3-ке кіретін болса, онда қуырдақтың көкесі алда болады. G-дік және ат D4, D5, I3, ат C5, піл A3, уәзір A5, G-дік және тура C1. Не айтуға болады? Позиция маған ұнамайды. Мысалы, ақтардың позициясы маған ұнамайды. Мына ат деген соншалықты мықты болып көрінбейді. I6, уәзір G4, тура C8, батареяны құрды, жартылай ашық жолға қойды. Тура FD1, уәзір A3. Мына сарбаздың қал жағдайын білгісі кеп тұр. C2, G-дік. Енді бұл біріншіден оқшауланған сарбаз, екіншіден мыналар деген бөлініп қалған сарбаздар. Жалпы мына ат соншалықты бір керемет, бір мызғымас ойыншы ретінде көзге ой түспейді. Уәзір A4 және C5. Мына оқшауланған сарбаз, немесе изолятор деп аталады. Бұның кемшіліктерін сіздер өте жақсы білесіздер. Жалпы сарбаздар, осал сарбаздардың қатарына кіреді. Патша H8, уәзір I2, тура FD8, тура C4, уәзір A6, мына байлап тастады, және C1, тура D5, уәзір C2. Міне осындай жерлерде Бобир Саттаровтың осындай кемшіліктері байқалады. Мына пілді айырбастамау керек. Мен үнемі өзімнің видеоларымда айтамын сіздерге. Пілді атқа айырбастардың алдында позиция толығымен анықталу керек. Дәл қазір позиция анықталмайды, және мына патшаны қорғайтын ешкім жоқ. G-дік және F5. Уәзір D2. Біз үнемі айтам. Мен үнемі айтатыным, мына уәзір мен болатын эншпилде 3 ереже бар. Бірінші, уәзір деген бүкіл сарбаздарды қорғау керек. Екінші, ол деген құтылмайтын шақты ұйымдастырмау керек. Және үшіншісі, ол өтетін сарбаздың қаншалықты мәртебесі жоғары болатын. I5 және C6. Дәл қазір қарсылас деген орталықта әсәрекет жасалатын болса, онда біз деген сол қанатта оған жауап береміз. C6, G-дік және жалпы мына патшаны қорғайтын ешкім жоқ. Уәзір H6. Міне осындай кезде жалпы бүкіл қиындықтары мына жүрістен кейін басталды. Қазір көрсетейін сіздерге. Мына жүрістен кейін бүкіл өткен мен айттым, мына патшаны қорғайтын ешкім жоқ. Сол себепті бұндай шешімдер. Уәзір H6 осымен ойын аяқталды шын мәнінде. Өткені біріншіден мына F8-ге барғысы кеп тұр, екіншіден былай. Мына патшалардың айырмашылығы жер мен көктей. Ақ патшаның қауіпсіздігі өте жақсы, ал қара патшанікі өте нашар. C8, C6, үшінші және алтыншы қатардың қаншалықты маңызды екенін сіздер білесіздер. Уәзір D8, тура F6, қайтадан мат қойғысы кеп тұр. Шах және уәзір F5 осымен ойын аяқталды. Дәл қазір мынау дайын, және мынандай іс-әрекеттерде осындай да мүмкіндіктер бар. Не айтуға болады? Мына жерге дейін жалпы қаралардың жағдай соншалықты жаман болған жоқ деген ойдамын. Бірақ мына шешім бүкіл мәселені қиратты және бүкіл мәселені бұзды. Жалпы үнемі айтатын нәрсе, пілді атқа айырбастардың алдында өте мұқият болу керек. Өйткені болашақта осы шешіміңіздің сіздер деген өкініп қалуларыңыз әбден мүмкін. Жақсылықта келсек, сау сәлемет болыңыздар.